Кең байтақ қазақ жерінде қаншама жер су атаулары бар. Ол киелі жерлер неге олай аталады? Жер ананың қойнауында қандай тарихи жәдігерлер жатыр? Осындай сан алуан сұрақтар әрбір ұлт жанды азаматты толғандырмай қоймайды. Ал жас өрендер бала кезден туған өлкенің тарихын танып өсіп, киелі мекеннің қадірі мен қасиетін ұғынып, әр күнін рухани байлықпен толтырып, болашаққа бағдар жасаса бір ғанибет емес пе? Сондықтан Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы оқушылар үйінде өлкетану үйірмесі үздіксіз жұмыс жасап келеді. Өлкетануды бейнелі түрде кіші отанды зерттеу пәні деуге болады. Мұнда оқушылар туған жердің географиялық ерекшеліктермен танысып, тарихи өлкетану мұражайларына, киелі жерлерге экскурсияға барып, жерінің табиғаты, тұрғыны, жәндіктері, өсімдігі, кен байлықтары, жер судың өзге жағдайлары жағынан жазылған атақты тұлғалардың ғылыми еңбектері негізінде өзіндік зерттеулер жасайды. Археологиялық қазба жұмыстарын жүргізеді, табылған жәдігерлерді насихаттайды. Өлкетану бұл жаңа құбылыс емес, оның тамыры адамзат тарихының көне дәуірінен бастау алып, бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып келе жатқан мәңгілік ізденіс. Мәңгілік елдің өрені өз өлкесін танып өскенде ғана әлемдік білім көкжиегінен көріне алады. Отанын, туған өлкесін жанындай сүйетін, төл тарихы мен мәдениетін қастерлейтін, рухани кемелденген азамат боп өсіп жетілуді мақсат еткен әр баланы өлкетану үйірмесі асыға күтеді. Келіңіздер!